Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, подписчиктер. Достар, бүгін мына жерде бір заказчик, әрі досым, просто бір санузелдегі откозды жасап беруді өтініш жасаған еді. Сонда бір-екі нюанстары бар, соны видеоға түсіремін деп шешім қабылдадым. Және сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Ескеретін жай, бұл жерде цементный основа болады, штукатурка цементный основа. Ал мына есік, скрытый есік. Соны қалай бірге ұйғастырамыз. Сосын мен гипсокартонды қалай қатырдым, соның бәрін көрсететін боламын, достар. Ал енді мұқият қараңыздар. Жалпылама түсіріп бастайын. Мінекей жалпы қабырғаны, яғни жаңа откостың айналасын гипсокартонмен жасадым. Неге екенін түсіндіре кетейін. Неге правило емес, неге профиль емес, достар? Себебі бізде бұл жердегі откоздың шұқырлығы 5 сантиметр. Жоғары жақтар 5,5, мына беті вообще 6 кетіп қалған. Сондықтан егерде мен мына жерге профиль немесе правило қатыратын болғанда, сол профиль мен правиланы тек қана ұшын ғана ұстата алатын едім да. Яғни мына жерге оратын болсам, ол пустотаға кететін еді. Сонда ол ойнап қалуы мүмкін еді. Сондықтан широкило мынандай гипсокартон жасап алып, кесіп алып, мінекей кусокқа артып қалғандардан осылай қатырып алдым. Бұларды қатырып алу оңай деп айтпаймын. Қалай айтсам болады? Енді әркімге әрқалай лазер өрінді қойып қоясыз. Тура осылай линиямен мына бетін турлап аласыз. Барлығын қара саморезмен жасадым по дерево. Енді қараңыздар. Сосын бұны қатырып болған соң, мұны бет жағын скотчпен осылай өтіп шықсаңыздар болады, достар. Скотч неге, достар? Әр кезде бүйтіп тарта берген кезде, мынау гипсокартонның өзі былай айтқан кезде қалай айтсам болады? Шлифовать етіліп ішке қарай кірілмейді, егер дұрыс жеткізген болсам. Неге, сондықтан осы скотч кішкене болса да ұстап тұрады. Ендігі мәселе әрине скрытый есік. Екеуін қалай несуге болады, тура келтіруге болады. Себебі мына жерде бізде кафель кіріп кететін жер бар. Неге, көрініп тұрған болса, кафель кіреді. Неге, кафель кіреді. Плюс кафельдің астына біз растворға орын қалдыруымыз керек. Сонда егер мен қазір мынаған тіреп, мынау екеуіне былай тіреп тартатын болсам, бірақ растворға орын қалмай қалады. Сондықтан тағы да гипсокартоннан мынандай нәрсе жасап алдым. Неге, достар, көрініп тұрма жоқ па? Неге, мысал ретінде қараңыздар. Бұлай тұр, и бұлай келді міне. Көрдіңіздер, растворды лақтырып аласыздар, и бұлай тарта бересіздер дальше. Сонда бізде мынау үстіндегі, көріп тұрған болсаңыздар, бұлай айтқан кезде жарты сантиметр, и мына жаққа кафель кетеді. Яғни біз жарты сантиметр запасымен қалдырып жатырық растворға. Мүмкін 6 миллиметрді бар шығар ол жерде. Вот осы нәрсені кәдімгі гипсокартонны жасап, бет жағын әрине скотчпен қаптап тастадым. Мысал ретінде мына бетіне атып тастадым бірінші слойды, себебі қалың слой кетіп барады, кішкене тартылғаннан кейін екінші слойды жіберетін боламын. Неке ал атып дайындап қойдым. Қазір екіншілік дайын тұр, кішкене тартылғаннан кейін екінші несін лақтырып көрсететін боламын. Слойын. Достар, мінекей қараңыздар. Растворды лақтырып болған соң, просто былай. Бір қолда тарту ыңғайсыз болып тұр енді, бірақ көрсетейін деп жатырмын да. Мінекей, достар. Достар, мінекей, тартып болған соңғы нәтиже. Енді кебу керек бұл. Кепкен соң гипсокартондар шешіп, уже кафельге орын дайын, яғни откос дайын болады бізде. Ескеретін жайт, достар, қазір бізде жақын арада 2 объект басталады сразу. Сол 2 объекті видеоға түсіре бастаймын, тағы 0-ден бастап. Лайк басып, от жіберіп, өз ойларыңыз жазын. Түсінбеген сұрақтар болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Достар, мен қолданатын тағы бір тәсіл, уже 3 жылдан бері жақсылап мұқият қараңыздар. Мысалы, мұны маяк тұр, мінекей маяк, ішіне раствор толтыруымыз керек, дұрыс па? Бірақ қалай грунтовать етесің деген сұрақ туындады.
Алдымен тыңдаңыздар, жаңағы видеода көрсеткендей пылесос алып шығып болған соң грунтовка жасаймыз міндетті түрде, обычный грунтовка. Сосын барып, мынау құятын растворымыздың жидкисін дайындап, былай өтіп шығамыз достар. Мінекей, чтобы основной полмен контакт болу керек. Яғни ортада ешқандай посредник болмау керек. Ол деген жаңағы бетоноконтакт, басқа бетоноконтакт, мен ойымша достар, ол как кленка ретінде. Ол кепкен соң кленка болып қалады. Сонда мынау құйып жатқан стяжкаңызбен основной полда связка болмайды, бірге жабыспайды. Қараңыздар достар, былай болады. Көрініп тұрған шығар. Кішкентай шпательмен көрсете беремін достар, негізі кішкентай шпательмен көрсетемін достар, негізі үлкенмен жасауымызға болады. Сонымен достар, қазір по порядку құйып келе жатырық. Арғы бөлмен бәрі бітті. Былай келіп, залға кіріп кетеміз және спальныйге. Неге құйылмаған жерлер. Енді қараңыздар достар. Қалайша біз, мысалы ретінде қараңыздар. Мына кухня, кухняның полының уровені. Сосын прихожка. Қалай біз плавно өткізіп жібереміз, яғни правиланы. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Көрінсе өте жақсы болатын еді. Достар, мінекей правила, мінекей нақты результаты. Ровно енді осы түзелікті қалай плавно өткіземіз, чтобы ламинат немесе кварцвинил әдемі төселу үшін. Көрініп тұр ма достар? Неге достар? Достар, қараңыздар, бұл жерде мысалы мынау балконның бөлмесі, балкон бөлмесі. Сіз балкон бөлмесіне де маяк қоюыңыз мүмкін болашақта, және стяжка қоюыңыз келеді. Сонда арғы бөлмемен, яғни кухнямен балконның арасында есік болады. Ол в основном порогымен болады, пластиковый есіктер. Сонда сіз кухнядағы полдың уровенін балконға да жасамақшысыз, бірдей қылып. Оны қалай шығарасыз? Оның қиын жері жоқ. Мынау лазерді қосасыздар. Лазер қойсыз. Мынау лазер горизонтально бүкіл жерді бірдей көрсетіп тұр. Мынандай угольникті аласыздар, мінекей. Угольникті алып, кухня бөлмесіндегі маяктың үстіне қойып көресіздер. Мінекей мен қойып көрдім, бұл жерде 9-да 3 мм көрсетіп тұр. Тура сол 9-да 3 мм-ді балконға қолданасыздар достар. Яғни маяктың үстіне осылай қойып шығасыздар. Барлық жерде сонда 9-да 3 болады. Тур солай соответственно екі бөлме уровені бірдей болады балконда. Яғни қалай айтсам болады, порог бар ғой, главное білінбейді ғой, мынау төменде бола берсін деген ой емес әрине. Максимально, мысалы, ары бөлме бірдей уровень, мынағымен бірдей уровень. Яғни бүкіл пол бірдей болып шығады достар, соны ұмытпаңыздар.